Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракат. Құрметті бауырлар, бүгін күніміз берекелді, хайырлы болсын иншалла. Мынадай сұрақтар келіп түскен екен. Жолым болмай жүр, материалдық қиыншылықтар көріп жатырмын. Сол жолымды ашатын қандай дұғалар бар деген секілді осындай мағынада. Бұл сұрақтың жауабын Пайғамбар алейхиссаламның мына бір хадисінде көреміз. Пайғамбар алейхиссалам айтады: кімнің ризығы, яғни жаңа материалдық тапшылығы көрмей, материалдық молшылықты көргісі келсе, яғни былайша айтқанда ризығы мол болуын қаласа, және өмір жасының ұзақ берекелді болуын қаласа, онда ата-анасын құрметтесін, ағайын туыспен жақсы қарым-қатынасты орнатсын деді. Міне бауырлар, жолды ашу, ризығымызды молайтудың сыры осы хадисте айтылды. Ата-анамызды құрметтейік, ағайын туыспен араласайық.